Бата дейтіннің өзі ерте ата бабамыздан келе жатқан салт дәстүр. Оны үлкен де, кіші де, баяғы ел қорғаған батырлар да бәрі де алған. Баталы қол арымас, батасыз қол жарымас. Батаменен елге көреді, жауыменен жерге көреді дейді. Мына біздің көріп отырсың, мына бүгін біздің ауылымызда кішкене жаңбыр аздау, жер қуарып кетті. Ал жаңбырлы болса, жер көп жақсы болады. Баталы болсаңыз, үнемі баталы білсеңіз, сіздің істеген жұмысыңызға халқыңа риза болып, үнемі баталы алып білсеңіз, сіз де дегеніңіз болып, мына жерге шыққан көктей желкілдеп жүресіз. Баяғы әлгі Абайдың кімнің Мағжанның сөздері бар, алаш арыстарының. Мен арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, кейінгі жастарға сенемін деген. Мына елді дамытушы, елдің көсекесін көгертуші, дамыған елдермен теңестіруші болашақта сіздер боласыздар. Біз сіздердің тілектеріңізді тілеп отырамыз. Жалпы осы қазіргі таңда адамдар көп бата бере ме, әлде ол ұмытылып бара жатыр ма? Адамдар барынша батаны беріп жатыр. Ол ұмытылып жатқан жоқ. Бірақ енді кішкене аздау болып жатқан болар. Ол баяғыда батасыз ешкімдер ешқайға шықпаған. Мысалы, сіз ана Қыз жібек пен Төлегеннің киносын көрдіңіз бе? Көрдім. Төлегеннің әкесі бата бермейді. Бәрі бата-бата деп қол жайып отқанда бата бермейді. Былай шыққасын баласы қазаға ұшырайды. Сондықтан бата ол кәдімгі ер адамдарға көшбасшы, жол бастаушы ретінде жолын ашып, көздеген мақсатына жеткізіп отыратын үлкен данышпандық сөздер. Ол бір аспаннан алынған жоқ, жердегі ең жақсы сөздердің қосындысы. Мына бір ұлылардың бір ауыз сөзі бар. Қалай еді әлгі? Жаратушы ем, өзің мейірімге түскен ерекше жанға нұрлы сипатты артып, оны күнделікті өмірімізді сан алуан факторларымен оның қайталанбас тұлғасын сомдайды дейді. Сізді айналайын, сол қайталанбас еліңізге пайдасы тиетін, биіктен көрінетін, мынау оқыған мектебіңізге, анау біздің мектепте бітірген бала, біздің шәкіртіміз дейтін, ауылдастарыңыздың анау біздің Имаштың немересі ғой дейтін бір үлкен жетістіктен жетуіңізді біз тілейміз. Атыңыз не сіздің? Ерасыл. Ерасыл? Ал енді білген бір ауыз батамды берейін. Я балам, қыдырата болсын жолдасың, көкірегің елдің күйін толғасын, ағарып атқан әр таңың бағыңды ашып, ата бабаң аруағы қолдасын. Әдепте өскен бозбала, ырғалып өскен талдай болар. Әдепте өскен бозбала, жүрген жер айқай шу болар. Жақсының ерсен қасына, көргенің сенің көп болар. Бегіне шығып бектің, орындалар арман тілегің деген. Ал арман тілектерің айналайын, орындала берсін. Баяғы әлгі бабалардың айтқан бір ауыз сөз бар. Шаңырағыңызда аты шыққан ұл болсын, аты шықпаған қыз болсын деп. Сіз мынау жақсылығыңызбен атыңыз шығып, еліңіздің өркендеп өсуіне үлкен үлес қосқан, мынау газетке шығып, телевизордан көрініп, мынау Атырау облысының Дендер ауданының Өрік селосында туып өскен, сол мектепті бітірген мынау Ерасыл деген балаларыңыз деп газет журнал жазып жатса, біз мына жақта біздің балаларымыз деп мақтанып қуанып отырамыз. Жолдастарыңның арасында сыйлы бол, ағайын туыстарыңның арасына қадірлі бол. Ар алдында биік бол, аң алдында аласа бол. Барлық армандаған мақсаттарыңа айналайын жете бер. Әумин, Алла қабыл еткей.